Құрметті білім алушылар, сіздердің назарыңызға интерьерлерді көгалдандыру пәнінен 9-шы дәріс тақырыбы жабырық топырақ өсімдіктерінің жіктелуі ұсынылады. Дәріс мақсаты жабық топырақты өсімдіктерді жіктеудің жалпы принциптерімен танысу, интерьерді көгалдандыруда қолданылатын өсімдіктердің ассортиментімен танысуды жалғастыру. Қазіргі уақытта әртүрлі интерьер жағдайында өсіруге жарамды өсімдіктердің өте кең ассортименті бар. Үй-жайларды көгалдандыру үшін ағаш және шөптесін өсімдіктер қолданылады. Олар негізінен мәңгі жасыл түрлерімен ұсынылған, олардың көпшілігі оңтүстік аймақтарда көше көгалдандыруда қолданылады. Жалпы жабық топырақта бірнеше мың мәңгі жасыл түрлерді өсіруге болады. Олардың арасында папоротниктер, ашық және жабық дәнділер бар. Ішкі көгалдандыру объектілерін жобалау кезінде өсімдік түрлерін таңдау олардың сәндік, биологиялық және басқа да ерекшеліктеріне сәйкес жүзеге асырылады. Сәнді қасиеттер бойынша қолданылатын өсімдіктердің барлық әртүрлілігін шартты түрде 4 негізгі топқа бөлуге болады. Сәндік жапырақты өсімдіктер, олар жапырақтардың пішіні мен түсінен өзіндік ерекшелігіне байланысты назар аударады. Өсімдіктердің осы тобының көптеген өкілдері үшін гүлдену ерекше қызығушылық тудырмайды, немесе бөлме жағдайда өсірген кезде пайда болмайды. Бірақ жапырақтардың тартымдылығына байланысты олар жыл бойы жоғары сәндік қасиеттерге ие. Бұл бөлме өсімдіктер кез келген интерьердің фитодизайнындағы композициялардың негізін құрайды. Мысалдар: биік нефролепис, ақ тарамысты фитония, түрлі түсті кадиеум, лира тәрізді фикус, дақты дифенбахия немесе сугуина. Екінші топ бұл сәндік гүлді бөлме өсімдіктері. Жарқын және тартымды гүлдер үшін өсірілетін өсімдіктердің кен тобы. Гүлдену жылдың әртүрлі кезеңдерінде, кейбіреулері жыл бойы болуы мүмкін. Әр түрдің гүлдену ұзақтығы бірнеше күннен бірнеше айға дейін өзгереді. Дәстүрлі түрде сәндік жапырақты деп аталатын кейбір өсімдіктер үйде әдемі гүлдейді, сондықтан сәндік гүлді бөлме өсімдіктерінің тобына кіреді. Мысалдар: үнді азалиясы, кенавар кливесі, Қытай гибискусы, сенполия, узумбар шегіргүлі, андре антуриумы. Үшінші топ қыша құмыраларда өсіретін сәндік гүлді өсімдіктер. Өсімдіктердің бұл тобы уақытша композициялар жасау үшін бөлме жағдайында пайдаланылады, ал гүлденуден кейін олар лақтырылады немесе ашық жерге отырғызылады. Кейбір өсімдіктердің пиязшықтарын немесе түйнектерін келесі маусымға дейін сақтауға болады. Көбінесе мұндай өсімдіктерді сыйлық ретінде пайдаланады. Мысалдар: примулалар, гиацинттер, қызғалдақтар, хризантемалар, петуния. Суккуленттер. Төртінші топ су қорын жинау үшін арнайы ұлпалары бар және құрғақ жағдайда өмір сүруге бейімделген өсімдіктер. Сабақтар мен жапырақты суккуленттер бар. Бірінші жағдайда өсімдіктер ылғалды қалыңдатылған, көбінесе қырлы сабақта сақтайды. Жапырақтары әдетте тікенектерге, сүттігендер, стапельдер, кактустар көпшілігі өзгерген. Жапырақты суккуленттер қалың жапырақтарда ылғалда сақтайды. Алоэ, эониум, хаортия, эчеверия. Өсімдіктердің габо-түсі бойынша жіктелуі өте кең таралған. Бұл классификация 6 топ, сондай-ақ кіші топтар бөлінеді. Әрине, шекаралық жағдайларда бар. Ал кейбір өсімдіктер жасына қарай сыртқы түрін өзгертеді. Бірінші топ дәнді өсімдіктер. Тар жапырақтары бар. Айыр, қияқ, жапондық афиопогон, астық тұқымдас айыр. Мына суретте сіздерге берілген. Азды көпті кен жапырақтары бар. Қырлы хлорофитум, салбыраған билберия, күлгін лавотта, линден тиланциясы және нарцисс. Осындай өсімдіктер жатады. Суретте бейнеленген қырлы хлорофитум. Екінші топ бұталы өсімдіктер. Олар мысалы жапондық аукуба, корольдік бегония, бүліме калеусы, катия пилеесі. Суретте жапондық аукуба көрсетілген. Үшінші топ тік сабағы бар өсімдіктер. Бағаналы өсімдіктер, мысалы перуалық цереус, ірі мүйізі сүттіген. Суретте ірі мүйізі сүттіген көрсетілген. Ағаштар: шығыңқы афиландр, түрлі түсті кадмиум, бенджамин фикусы, каучук фикус, цитрус шифлері.
Suretте türlü түсті кадиум көрсетілген. Жалған пальмалары. Мысалы, бүгілген покорния, дақты дифенбахия, жиектілген драцена, вече, панданусы, пілді юка. Суретте жиектілген драцена көрсетілген. Төртінші топқа лианалар және апель өсімдіктер жатады. Лианаларға мысалы жеуге жарамды пассифлора, мол гүлдейтін синафонотис, найза тәрізді филодендрон. Суретте мол гүлдейтін стефанотис көрсетілген. Ампеллер, оларға колумния, роулик, қарақұсы, мұрган, очитоғы, ақ тарамысы фитоне жатады. Суретте мына сүйкімді колумния көрсетілген. Бесінші топ розеткалы өсімдіктері. Жалпақ розеткалы өсімдіктері, оларға мысалы глокиния, примулус, сенполия жатады. Суретте примула көрсетілген. Суккулентті розеткалы өсімдіктері, оларға ергежейлі алойы, жолақты хаортия, деңгейлі эониум, қылшықты хевери жатады. Суретте қылқанды алойы көрсетілген. Воронка тәрізді розеткалы өсімдіктер, оларға жылтыр фриезия, тілді гусмания, жолақты эхмея жатады. Суретте жолақты эхмея көрсетілген. Алтыншы топқа шар тәрізді өсімдіктер, оларға астрофитум, мамилярия, пародия, репуция, груссон, эхинокактус жатады. Суретте груссон, эхинокактус көрсетілген. Назарларыңызға рахмет.